Баршаңызға сәлем, бұл аптада тағы бір умный активист шықты. Бұл жолы ол балабақшада әлдене шашып жүрген адамды ұстап алыпты. Сол видеоның мән жайын анықтадық. Ал, кеттік. Видеоны танымал қазақстандықтар таратып жатыр. Түсіріп тұрған әйел балабақшаға келіп, айғай шу шығарған. Онда қорғаныс киімін киген ер адам әлдене шашып жүр. Бұдан кейін сол балабақшаның завхозымын деп танысқан әйел ер адамнан неге рұқсатсыз кіріп кеткенін сұрайды. Мысалы, мен қазір неге жіберемін ал? Сен садик бақшасы осылай олап жүр деп. Не масқара мына балдарды әбден олап болдыңдар сендер. Сол өтірік деп сенбей жүреді, тіпті жақсы болған қарашы, не масқара мынау? Не масқара, балдар дейтін шетінен ауырып жатыр уже. Балалар дейтін шетінен ауырып жатыр уже. Неден ауырып жатыр, қанша бала ауырып жатыр, бұл жағы әрине белгісіз қалады. Мұнда екі адам бір-бірін түсінбей тұрған сияқты. Завхоз улау деп масамен тарағанды айтып тұр, ал видео түсірген әйел не масқара деп адамды улайды деп тұр. Айғай мен сүреңден қарапайым ғана ойлы диалог бола қойған жоқ. Бірақ баланың бәрі ғой, мана бесте бәрі далаға шығып кетті. Бәрі далаға шығып кетті. Міне екі бала шығып келе жатқан жоқ па, көзбе көз? Жоқ, қазір бар ғой, қазір киімдерін алуға шықты. Балдардың бәрі. Капка нанбасаңыз қараңыз, 5-ші күні біздің қыздар міне кремді өздері қағып далада жатыр кремдер. Қағат, оны ішке кіргізеді, сосын жуат, сосын барып кетеді ғой. Сөйтіп алысып жатыр ғой енді баланы. Жоқ, неге олайды? Видео әлеуметтік желілерге салынбай тұрып, білім және ғылым министрлігіне жолдадым. Сөйтсе оған жауап кешке бірақ келді. Сонымен бұл оқиға Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласында болған екен. Сол ауданның білім бөлімі таратқан мәлімет бойынша Әсем балабақшасында балаларды қасақана улауда деген ақпарат жалған. Бұл балабақшада 10 қыркүйекте Жылыой дезсервис мекемесі дезинсекция, яғни маса улау жұмыстарын жүргізген екен. Сол мекеме жұмысшысы маса улау шарасын кешкі сағат 17:00-де жүргізген. Балалар аулада тәрбиешілермен бірге болды дейді мамандар. Ал әлгі видео түсірген әйелдің баласы 10 қыркүйекте балабақшаға келмеген екен. Анасы кешкі сағат 18:00 шамасында балабақшаға баласының киімдерін алып кетуге келген екен. Енді балаларды улап жатыр деген әйелдің үстінен Әсем балабақшасы құқық қорғау органдарына шағым түсіреді екен. Ал енді айтыңыздаршы, маса улап жүргендерді бала улап жүр дегенге сенесіздер ме? Я, балалар кетпей жатып тазалауды бастағаны дұрыс емес ау. Бұл қауіпсіздік ережесіне қайшы. Я, бұл балаларға қауіпті болуы мүмкін, бірақ бұл балаларды қасақана ауыртып, кейін вакцинаға мәжбүрлеп жатыр дегенге еш дәлел емес. Неге? Себебі өзіңіз ойлап көріңізші. Әлгі аталған Жылыой дезсервисте жұмыс істейтін талай адам дәл сол ауылдың адамы емес пе? Тіпті өз баласы осы балабақшаға баруы бек мүмкін. Ал екіншіден, маса улады дегенге сенбейтіндер Құлсарыда тұрып көрсін. Гуглға Құлсары маса деп тере қойсаңыз, сонау интернетте жазыла бастаған заманнан бұл қалада маса мәселесі барын байқауға болады. Үшіншіден, осы видеоны таратқандардың тағы бір аргументі жаз бітіп күз келді. Ендеше неге күзде маса улау әлі жүріп жатыр дейді. Маса жазда ғана жүретін жәндік емес. Күн жылыда маса қай айда болсын тұрғындарға маза бермейді. Тіпті қарашаның 20-сына дейін мұндай шара жүргізіліп жүр екен. Тағы бір даулы мәселе, Құлсары тұрғындары масаны уламайды дейді. Құлсарыдағы жұрттан маза қашты. Мазаны қашырған маса. Маса мен арпалы күндізде бар, қарап маса көп қазір. Подъезіміз вообще толып тұр. Өйткені улағаны қайсы уламай жатыр көбін деген. Маса көп, өте көп. Өте көп. Ол масаны уламайды да, ештеңе істемейді да, невозможно. Өлгенменде қайтан түнде қайтан толып кетеді, білмеймін, қайтан кіретін үйіне сеткі тұр бәрі. 15 күн сайын улап тұрамыз деп өздері уәдесін беріп кетті. Енді 15 күн біткеннен кейін тағы да улайды деген ойымызда бар, күтудеміз. Ал уласа, мына видеодағы кісі сияқтылар бала улады деп шығады. Сонда қайтпек керек? Сонымен аңғаратынымыз, бала улады деп айғай сүреңге салатындар ештеңе айтпайды. Мысалға, қай жерде түсірілді және кім шашып жүр. Кім және не шашып жүр деген сұраққа өздері анықтамай, өздері оқиға орнына бармай, бірақ айғай сүрең шашып, және біздің Қазақстанның ең танымал тұлғалары өзінің әлеуметтік желісіне жариялап
шу шығарып қоюды әдетке айналдырыпты. Мысалға бұл Инстаграмның алгоритмі үшін таптырмас дүние. Сондықтан кез келген интернеттен алған ақпаратты WhatsApp'тан болсын, басқа желіден болсын, туысқандар чатынан болсын, бұл ақпараттың барлығына факт-чек жүргізейік. Яғни сұрыптап, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін өзімізде аңғаруға тырысайық. Себебі бұл өзіміздің санамыздағы, миымыздағы таза иммунитеттің тазалығы.